Ал баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін мен Санжар Айдар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осы Албаниядағы влогтардың жалғасын айтатын боламыз. Соны талқылайтын боламыз дейік. Бүгін бізде енді сағат қазір 5-ке жақын қалды. Күн аздап батып барады. Сол себепті мен видеоның тақырыбындай әңгіме айтқым келіп отыр. Яғни кеш батпай тұрған кезде Сапа-Дере каньоны жайлы әңгімелесетін боламыз. Жалпы бұл не нәрсе, баруға қажет пе, әлде жоқ па, оның қандай артықшылық, кемшіліктері бар, және әрине қанша уақыт пен қанша ақша қажет болады. Дайынсыздар ма? Онда кеттік. Сонымен Сапа-Дере каньоны. Мен осы Албанияға келгеніме бар жоғы 2 күн болды. Осы жерге, осы қалаға келген кезде әр адамның ойы жақын маңдағы әдемі нәрселерді байқап көру. Себебі бұндай нәрселер мүмкін өз мемлекетімізде жоқ болар деген оймен мен көп адамдар, әсіресе түріктер мақтаған Сапа-Дере каньонына аттанғым келді. Одан кейін турларды қарастырдым. Ол арзан турлардың қатарына кіреді, яғни бар жоғы $20 талап етеді. Салыстырмалы түрде бұл мен үшін арзан болып келеді. Онымен қоса бұл жерге сіздерді автобуспен емес, джип сафаримен бірге алып кетеді. Бұл дегеніміз арнайы джиптар сізді таңертең таңғы 9-да алып кетеді. Одан кейін кешкі осындай уақытта, қазір сағат 5 тура келдім. Сағат 5-те сіздерді өз отеліңізге дейін әкеп беретін болады. Жалпы ол саяхаттың құрамына не кіреді? Сізді арнайы үңгірге дейін апарады. Ол жерде бөлек $2 төлесеңіз болады, кірсеңіз болады, кірмесеңіз де болады. Одан кейін арнайы көзлеме лепешкаларын дайындайтын жерге де апарады. Ол жерде $2 тұрады, төлесеңіз де болады, төлемесеңіз де болады. Ол жерде кішігірім арық бар, сол жерге түсуге де болады. Одан кейін арнайы көпір бар, соның барлығын байқайсыздар. Ол жағында сіздерге барлығын айтатын болады. Сөйтіп келесі саяхатқа аттанасыздар. Бұның барлығы Сапа-Дере каньонына бара жатқан кезде. Одан кейін жолдың ортасына барлықтарыңызға көліктің астынан, отырған жерлердің астынан сіздерге арнайы бутылкалар толтырылған суды береді. Сонымен бірге басқа машиналардың барлығын шашсаңыздар болады, себебі машиналар өте көп. Біздің бүгінгі потокта 6 машина жүрді. Әр машинада шамамен 6-8 адамнан орналасқан болатын. Таңертең таңғы 9-да мені алып кетті. Маған қажет нәрселерге бұл бізде су керек болды, себебі жолда су сатып алуға болса да олар оны сіздерге қамтамасыз етпейді. Жалпы жолға қамтамасыздандырылған нәрсе бұл сізді аппарат, сол жерде бір тамақтандырады, одан кейін алып келеді. Бар болған осы. Каньонға келдік, оның ұзақтығы 730 метр. Толықтай осындай жолы бар, өте тамаша. Міне каньонның өзі, және екі шетінде суға түсетін өте көп әдемі жерлер бар. Судың барлығы тап-таза, мөп-мөлдір түгел жер, тас барлығы көрініп тұр. Одан кейін әрине, егер суға шомыламын дейтін болсаңыздар, бұл каньонда арнайы арықтар бар, кішігірім осындай өзен сияқты, сол жерде суға түсуге болады. Сол себепті плавки, егер сүлгі қажет болса, одан кейін жылы киімдер қажет болады. Оларды айтқан жоқ, бірақ та біз ол жерде қайтатын кезде жаңбыр құйды, одан кейін көлік тез қозғалғандықтан аздап кішкене салқындау болды. Сол себепті егер тоңбаймын дейтін болсаңыздар, онда міндетті түрде жылы киініп алыңыздар. Жалпы айтқанда осы арнайы орысша гид табылды, ол барлығын жеке түсіндіріп отырады. Ал Сапа-Дере каньоны дегеніміз, бұл бізде осы Албаниядан 30-40 шақырым арақашықта орналасқан белгілі бір әдемі каньон болып келеді. Ол жерде барлығы шынымен өте күшті жасалған, және каньонның ұзақтығы 760 метр болып келеді. Яғни сіз каньонның ішіне кірген кезде сізде арнайы жолыңыз болады, сол жолмен жүретін боласыз, ал соңында сізді үлкен водопад күтетін болады. Ал оң жақта және сол жақта арнайы арықтар мен өзендер ағып жатады. Сол жерде суға түсіп, ары қарай шомыла беруге болады. Қажетті видеолардың барлығын мына жерлерге орналастыратын боламын. Баршаларыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Су деген мұз. Как водичка вам? Отлично! Очень теплый, градусов 27. Че, давай, Нурик? Не. Что, можно? Все, красава!
Меня щелкнешь на свой, а потом по Bluetooth скинешь. Хорошо, на видео, фото. Бүгінгі айтар нәрсе осы, жалпы каньон ұнады ма деген сұраққа менің ойымша алғаш Аланияға бірінші рет, Түркияға бірінші рет келген адамдарға 60-70%-ға ұнауы мүмкін, кейбірлерге 80-90. Маған бұл қатты вау деген әсер берген жоқ, бірақ та алғаш келгенім үшін бұл маған өте қызық көрінді. Маған одан да қаттырақ, қызығырақ бұл джип сафаридің өзі байқалды. Себебі джиптің үстінде артында отырып, тұрып, былай айғайлап, бутылкаларды шашып, музыканы шыңғыртып, бүкіл Аланиядан және каньонға дейін сөйтіп қызық етіп ойнап барып, суретке түсіп, секіріп ойнап қайту шынымен өте қызық әрі көңілді байқалды. Одан кейін арнайы фотограф та болады, оның құны $15 бір адамға. Яғни о таңғы 9-дан кешкі 5-ке дейін сіздерді ойнатып, күлдіртіп, әр секундта, әр минутты таудан да, астынан да, жоғардан да фото және видеоға басынан аяқ түсіретін болады. Сөйтіп суреттеріңіздің барлығын почтаңызға жіберетін болады. Жалпы айтқанда осы, бүгінгі шығарылым біздің өз мәресіне жеткен болатын. Егер видео ұнаса міндетті түрде лайк басыңыздар, өз пікірлеріңізді төменге жазсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса Инстаграмға қойыңыздар. Жалпы айтқанда осы, енді ертең мен бұл кішігірім отельдан шығатын болам, ары қарай саяхатымызды жалғастырамыз.